Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жемістерден өте оңай және дәмді салат дайындаймын. Балапандарымның сүйікті салаты және өте пайдалы. Ол үшін бізге алма, алмұрт, банан және анар керек. Алдымен алманы алып, 4 бұрышты етіп немесе өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Бұл салатқа негізі өз қалауларыңыз бен өздеріңізге ұнайтын жемістерден жасасаңыздар да болады. Мен өзім балапандарым жақсы көретін, сүйсініп жейтін жемістерінен алдым. Енді алмұртты алып, екіге бөліп, осылай ішіндегі керек емес жерлерін алып тастаймыз. Оны 4 бұрыштеп турасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Турап ыдысымызға салып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да сіздермен оңай, дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Бәрін турап алып, ыдысымызға салып аламыз. Енді бананды 4 бұрышты етіп тураймыз. Ыдысымызға салып, және йогуртпен де, балаларыңыз қандай йогуртты ма, әлде творожный сыр, қаймақпен ұнаса, қалаған нәрселеріңізбен араластырсаңыз өте дәмді болып шығады. Араластырып, ыдысымызға салып, бетіне анардың дәндерімен сеуіп, әрлеп аламыз. Егер де ұнап жатса,